Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Сыр өңірінде тағы да дау шықты. Облыста орналасқан Қуатамлон мұнай компаниясында жұмыс істейтін 300-дей мұнайшы бір күн бойы жұмыстарын тоқтатып тастады. Олар өз наразылықтарын басшылыққа білдіруде. Ең жоғарғы дегенде 130 мың теңге алатын жалақымызды 50%-ға көтерсін деп басталатын бірнеше талаптар қойды. Қазір жұмысшылар шағымына орай еңбек комиссиясы құрылған көрінеді. Қуатамлон мұнайдың ауыр жұмыс істейтін жұмысшылары түгел жиналып, кәсіпорынның спорт залында наразылық өткізді. Айтуларына қарағанда, компанияда мұнайшыларға мүлде жағдай жасалмаған. Оның үстіне қысы жазы далада жүретін бейнеттенетін жұмысшылардың жалақысы да өте аз дейді. Қымбатшылық күннен күнге қысып бара жатса да, еңбек ақымыз 10 жылдан бері өзгеріссіз деп қынжылады. Ешқандай құзырлы орган шеше алмай жатыр. Біздің тек талап ететініміз айлық мәселесі. Айлық солай тұр. Нарық өсіп бара жатыр. Ешкімнің шамасы жетпей жатыр. Бәріміз қайту керек едік үйге. Бірақ амал жоқ. Тұрмыз осында дейді мұнайшылар бұрғылаушыларының бірі. Барлығының басшылыққа қойған басты талабы жалақыларының 50%-ға көтерілуі. Сонымен қоса тәуелсіздіктің 30 жылдығына берілген сыйақыға да көңілдері толмайтын көрінеді. Жиналғандар жағдай жасай алмаған жауапты қызметкерлер орнын босатсын дейді. Жұмысшылардың киім алмауы, киімдердің қысқартылуы, зимний киімнің қысқартылуы, летнейді өз уақытында алмауы, бізге керек техникалардың уақытылы жетпеуі, соның барлығы кінәсін экономист мойнына алсын дейді мұнай бұрғылаушыларының бірі. Наразы топ бұл мәселемен құзырлы органдарға талай рет шағымдансақ та нәтиже жоқ дейді. Ал мұнайшылардың шағымына қатысты компания басшыларымен тілдесу мүмкін болмады, бірақ еңбекті қорғау департаментіндегілер жұмысшылардың талаптарына байланысты екі жақты комиссия құрылып тексеріс бастадық дейді. Қызылорда облысы еңбек саласын бақылау басқармасының бөлім басшысы Нұрбек Жапақов мырза. Комиссия отырысының нәтижесінде жұмыс беруші нұсқасын хабарлады. 4 және 10%-ға жалақыны 1 қаңтардан бастап көтеріледі дейді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қаралу комиссиясы 7 күнге белгіленген, соған сәйкес осы күндері жұмысшылармен келісімге келетінін айтты дейді Нұрбек мырза. Ал жұмысшылар талаптарымыз толық орындалмаса 1 аптадан кейін аштық жариялаймыз деп хабарлады. Қалай ойлайсыз, еліміздегі мұнайшылардың 1 жылға созылған айлық жалақы туралы наразылығына басшылық қандай жауап қатар екен? Төмендегі комментарийге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.